Сәтбаев айтады екен, зерттеңдер, әсіресе Марсты зерттеңдер деп. Мені таңғалдырғаны сол 40-шы жылдардың аяғы, 50-ші жылдардың басында қазақтың Марс туралы ойлауы. Жердің бетінде адам көбейеді, ресурс азаяды, ауыз су тапшы болады, адамдар қысылып тыпыршып тіршілігін жалғастыру үшін екінші бір планета іздеуге мәжбүр болады дегенді сол 45-ші жылы енді алдын ала есептейді де енді. Астрофизика деген ол өз кенже дамыған, бертінде пайда болған енді линзаның шығуымен байланысты ғылым ғой енді. Сол кезде Тиховпен Фесенко келіп қалмай ма? Соларды ұстап алады дағыны, тоқтай тұрыңдар, мен сендердің бүкіл жағдайларын жасаймын. Мен сендерге жаңағы бөлек обсерватория соғып бердім. Обсерватория соны Көктөбе жақта әлі тұр, сол соғып берген. Соғыстан кейін сол Берлиндегі обсерватория тұрған, сол кездегі ең жаңағы жұлдыз көретін телескоптардың бәрін әкетіп қалады. Қаныш Сәтбаев сол Москваға, Ленинградқа жеткізбей, жетсе де Алматыға бұрып әкетіп қалып саған. Сөйтіп ол екеуіне айтып отыр ана жерде. Марсты зерттеңдер сендер. Түптің түбінде бәрі болашақта перспектива солай қарай кетеді. Шынымен де сол кездегі Тихов пен Фесенкоға жағдай жасаудың арқасында Алматыдағы астрофизика институтының күшейіп кеткен соншама, тіпті НАСАның өзі онымен санасатын жағдайға келді 60-шы жылдары.